На этом месте в селе Голюмбей Бахчисарайского района в 1892 году была построена соборная мечеть. В советское время она была закрыта, а здание использовалось как клуб. После возвращения крымских татар на родину здание передали в пользование мусульманам. Долгие годы в старой мечети собирались жители 5 близлежащих сел. Проводились пятничные и праздничные молитвы. Топиясы енді келем вақыт кете, топиясы бұзылы башлады, су ақы башлады. Біз қарар алдық топиясыны ремонт етмеге. Башладық, топиясыны аштық, ама аштық ке, дуарларын көрдік ке, дуарлар таштан қалауған о заманда 1892 сенесі құрылған жамы. Қаланған дуарлар енді içleri бошап кеткен, чатлап башлады. Сон келді қарарға, инженерді епіміз бір ерге келіп, дуарларын йықмақ керек олды. Чүнкі там топиясының яңыдан япып та, о қадар паранен нетіп, о жамыны бұл сфатта қалдырмақ енді олмайды. Осенью прошлого года местные жители решили построить новую мечеть на месте старого здания. Идею поддержали мусульмане соседних сел. Строительство началось в январе этого года. Своими силами и с помощью неравнодушных людей здесь залили фундамент, подняли стены и уже планируют приступить к кровельным работам. Бізге әбетте пенжерелерін керек қоймаға, қышқа қадар жамысыз қалдық. Onun için бізге тез вақытте яғмырлар башламаз бұрын, оның топиясын япып, шығып, қапатып, içine кірмек керек. Новая мечеть в селе Голюмбей будет вмещать до 500 человек. Местные жители планируют отдельно построить молельню для мужчин и женщин, и в Тархане учебные классы, комнату путника, ритуальную комнату и абдестхане. Чтобы сбылась мечта местных мусульман, нужны большие финансовые вложения. Жители просят помочь им завершить строительство мечети и приглашают всех поучаствовать в этом благом деле. Енді ерін бітірерік деп енді ешірамамыз, амма бір одасыны япып, қышқажы бізге бұл авалар бұзылмайынжы, әбетте пек тез керек ярдым шынды, финансовый оса, бек жоқ пара кете. Қошылыңыз, бұл Алла үшін бұл yolға шықтық, бұл заманда бұл әрекеттен қорқмайып, бүтін ішімізін ташлап, бұл жамымызын құрамыз.